Қайырлы күн әріптестер. Педагогтердің білімін бағалау тестіне дайындық педагогика бойынша 3-ші бөлім. Алдыңғы бөлімдерді менің ұстаз атты арнамнан көре аласыздар. Және де дайындық сұрақтары қажет болса, төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіңіз. Арнама тіркеліп қойыңыз. Апта сайын жаңа видео сабақтармен таныс болу үшін қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Бірінші сұрақ: оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін кез келген тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету мақсатына негізделген оқыту теориясы. Дұрыс жауабы сындарлы. Екінші сұрақ: толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесуге және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ. Дұрыс жауабы сынақтан өткізу. Үшінші сұрақ: ынтымақтастық оқудың негізгі аспектісінің бірі. Дұрыс жауабы бітімге, келісімге қол жеткізу. Төртінші сұрақ: баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларының болжамды шынайы әсерлерін көрсету үшін қолданылатын әдіс. Дұрыс жауабы модельдеу. Бесінші сұрақ: оқуды даралауды шешуші критерийі. Дұрыс жауабы білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету. Алтыншы сұрақ: өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын көздейтін қарапайым сұрақ. Дұрыс жауабы түрткі болу. Жетінші сұрақ: Выготский бойынша оқушылар өздерінің жақын арадағы даму аймағында жұмыс істегенде жақсаратын үдеріс. Дұрыс жауабы танымдық даму. Сегізінші сұрақ: адамның жоғары деңгейлі дағды, білімді жаңа жағдайларға орайластыру арқылы оқу қабілетін белгілеңіз. Дұрыс жауабы ұқсастық бойынша пайымдау. Тоғызыншы сұрақ: мұғалім жүргізетін дамыту жұмысы бағдарламасының мақсаты. Эллиот бойынша. Дұрыс жауабы академиялық империализм. Оныншы сұрақ: оқушылар әлемді түсіну үшін құрылымдар мен модельдерді игереді. Дұрыс жауабы әлеуметтік жағдаяттық тәсіл. Қайталаймыз. Әлеуметтік жағдаяттық тәсілде оқушылар әлемді түсіну үшін құрылымдар мен модельдерді игереді. Осымен 3-ші бөлімнің сұрақтары аяқталды. Келесі 4-ші бөлімде кездескенше.